Дәрігер бізді қарайды, жарамызды танады, аспаз бізге дәмді қып, тамақтарын салады. Әр маманды бір әлем, бәрін танимыз бір білем, үйренеміз, ойнаймыз, болашаққа қадам бас. Ал балалар, қазір мен сіздермен түрге ойын ойнайтын боламын, я? Ойын ойнауға дайынсыңдар ма? Ал бұл кім? Жастары, дұрыс айтасың. Аталатта, иә. Аспансы дәм тамақ пішіреді. Мен қаланың тыныстығын қараймын. Сартай Бөбекжай бақшасында Алпамыс мектепалды тобында мамандықтар тақырыбында ойын іс-әрекеті өтті. Іс-шара барысында балаларға әртүрлі мамандық иелері таныстырылды. Балалардың қызығушылығын арттыру үшін ата-аналармен бірлесе отырып, балалар өздері ұнататын мамандық иесінің арнайы костюмдерін киіп келді. Бұл ойын арқылы балалар әр мамандықтың маңызын түсініп, еңбекке деген сүйіспеншіліктерін арттырды. Шаштара, әнші. Шаштарыңызда қандай қолданады? Тарақ, дұрыс айтасың, сосын. Қайшы. Мамандықтар ойынының маңызы өте зор. Алдымен балаларға мамандықтар туралы таныстырып, еңбектің қадірін түсіндіріп, әр мамандық иесіне сыйластықпен қарауға үйреттім. Әрі өскенде кім болатынын ойластырып, балалар армандай бастады. Ал мен капитанмын. Мен балдарын дәрігерімін. Жұмыспенен ұстаймын. Мен қастемін. Жаңағаны істедім. Ойын соңында балалар рөлдік ойындарға қатысып, түрлі мамандықты өздері қылып көрді. Бұл балалар үшін өте қызықты әрі есте қаларлық сәт болды. Осындай ойындар арқылы бүлдіршіндер әр мамандықтың маңызын түсініп, еңбекке деген құрмет сезімін қалыптастырады. Сіздермен бірге болған Нұргүл Баймырза, Алпамыс мектепалды тобының тәрбиешісі.